Енді мен жаңа бұл мәселе туралы жалпы сұрақ қойдым, тиісті министрліктердің пікірін білдім. Жалпы әлемде бұндай шешімдер қазір көп мемлекеттерде қабылданып жатыр. Өзіңіз айттыңыз, Австралияда, жаңағы Францияда, Европаның мемлекеттерінде, тіпті Америкада кейбір штаттарда осындай шешімдер қабылданып жатыр. Сондықтан бұл жерде бірінші кезекте тек қана тыйым мен проблеманы шешпейсің. Бұл жерде кешенді жұмыс болу керек. Бір жағынан баланың назарын алу үшін тиісті спорттық секцияларды көбейтуіміз керек. Әрине балалардың қосымша білімі бойынша, курстары бойынша, жалпы бала мен ата-аналардың көбірек бірге уақыт өткізуі бойынша, мысалы. Сосын оған қоса ағарту жұмысы керек. Баланың сыни тұрғыда ойлау қабілетін біз арттыруымыз керек. Яғни ағарту жұмысы да өте маңызды. Бірақ сонымен қатар, мысалы, егер 4 жастағы бала, 6 жастағы бала әлеуметтік желіге тіркелсе, әлеуметтік желіде кез келген ақпаратты алса, ол қаншалықты балаға пайдалы, қаншалықты баланың денсаулығына пайдалы деген сұрақ заңды. Сондықтан әрине бұл жерде біз ата-аналармен қазіргі уақытта жалпы осы талқылауды бастауымыз керек. Ата-аналармен, эксперттермен, психологтармен. Бұл жерде денсаулық сақтау министрлігінің позициясы өте маңызды, оқу ағарту министрлігінің позициясы маңызды, цифрлық министрліктің позициясы маңызды. Сондықтан нақты зерттеп бір мәмілеге, бір шешімге келуіміз керек деп ойлаймын.